Ko'rsem, ko'girgen ko'l ko'ringan. Ko'girgen ko'lning üstünde qap-qara yürek ko'ringan. Ko'girgen ko'l ko'z yazsın, qap-qara yürek öz bassın. Hildur, Guddur, her yurttur, kim gel yurtring mölvis. Gel hildur, hefna, gel stögel, ja min gurgendel kaura. Geira, hundris, gerdrifel, herver, geira, verros, vitan. Ja, uldrum, her tunna, vilda, yurtring mölort, lindring. Matruda, lat, Guddur, sveider, lantrimur, sigur, trifas, vagaran, meisvan, pittran, krider, Guldregen leifos, Guder svipel, tandnider, sigrum, trimas, gamel, blodluckor, skugger, vissna, sandgrider, våglin, svärd, galder, valtruder, vistarten, svavar, galder, sven, meter, brögen, flida,
жүрегім ойнақшы береді. Соғысқа кеткендерден де хабар жоқ. Yolmurzadan kursakta götürüp kalmadım. Ол кішкентай ертең Yolmurza келгенде оған жұбаныш, саған қандай қуаныш болар еді. Құдай жазбапты ғой оны да. Жыл күттім сарғайып. Екі көзім төрт болды. Тезірек бітсе екен осы соғысы. Таусылма шапақ. Аяқталса бұл соғыс, еркек кіндік әлі-ақ елге оралар. Артық көріп көктемінің лебінен, сен туралы жырлайды екен құс біткен, махаббатты алып үшін көңілмен. Сүйеді екен сені мен. Шапақ, еш мұрза қайда? Диванамен ойнап жүрген? Ақ жігіт қайда? Ол бала көрінбейді ғой. Ол бала емес қой, ене. Жаңа Зүбәржат екеуі тау жаққа қарай құйғытып кетті. Зүбәржат ерекше ханшайымдай сұлу болып бой жетіпті, я. Ал біздің ақ жігітше, оның ақындығын айтпағанда, сұлулығы тура Юсуп пайғамбардың сұлулығынан кем емес. Біздің ақ жігіт, төресі бой жүрік. Баймсе! Ой, Баймсе!
Айта берейін бе? Айт. Менің сапақ айта берейін бе? Айта берейін бе? Менің түсімде мүмкін өзінің балапандарын құздан құлатып жіберді. Екеуі өзінің ұясына, ал екеуі өзге ұяда. Папа! Бәйбіше! Бүркіт неге олай істеді, а? Өзінің балапандарын үйленді. Шапақ көз берші. Ашық кісінің көзіне қос көрмелі. Мен енді тойып жүрем ба? Екеуі өзінің ұясына, екеуі өзге ұяда. Дивана, Ау, папа! Қайда? тамақ жеміз. Ай, зарайцы! Ай, тайчыбар! Чу, тайчыбар! Тайчыбар, чу! Чу, тайчыбар! Чу! Сап, тайчыбар! Сынды! Қой! Қой десе қой екесіндер бар ғой, тия? Ана жақта көп сөк деген мынадан, мына жақта бір алзған кәртекенің артынан жүрсіңдер. Бір күн өлекте қалады, сосын не істейсіңдер? Анау түйелер. Мына түйе дедің мен соқ. Ақтөс, не болды саған Ақтөс? Адам құсап астында сүге мұрса бер. Болмаса, қолыма кісен салды алып кет. Топасы, топасы. Ала бер сап жүрсің. О, Субханалла. Bismillah. Жолаушыны таспен атып қарсы алғанда дей көргін. Ол тас емес, сүйек. Ондай болса неге асты жерге тастайсың? Ал сен тас. Неге онда сөйлейсің? Тас, бісміллә. Сен өзің мұнда қайдан сайдан құстап сап ете қалдың? Мен алыстан жол жүріп келем. Алыстан? Алыс деген ол қанша? Сонау Меккеден. Меккеден? Ал Мекке деген ол қай жер? Ал мына қоныс кімдікі екен? Ол қоныс? Бәйсенікі. Бәйсенікі бізгі. Жақсылама сен. Жолдағы үйелі жылқышы. Ол да менікі. Сосын бар бәйсенікі. Сен білесің ба, мына жердің бәрі менікі. Мынау тұрған тас, тау, көл, анадақтағы көл. Сен білесің ба, мен қаласам, бұлттың үстіне отырып алам да, жеті қабат аспанның үстіне ұшып кетем. Сосын ол жақта періштелермен ойнаймыз, періштелер маған ертек айтып береді. Ол жақ күшті. Бірақ білесің ба, мен ол жақты тастап кете алмаймын. Бәйбішеге қарауым керек. Бәйбіше саған кім болушы еді? Бәйбіше, ол бәйбіше анау Қалқан бұлақтың анасы. Ал мен оның диванасымын. Тақнамашы! Маңдайында менің бар екен. Сынды! Ол қайдағы мен? Ол Тәңірдің өзінің бит басып кеткен таңбасы. Сөзіңе қарағанда, бәйбіше қайырымды адам сияқты. Енді қайырымдысына қайырымды. Мәстіған ол не, а? Маған ба? Ағайын ба? Әй жігітім, мені бәйбішемен жолықтыршы. Сән айтшы! Тоқта! Тайсыбай! Тайсыбай, біз кел! Сөз! Отыр! О, Субханалла. Субханалла емес, Тайсыбай! Отыр! Отырмасам қатыр апармай қойын. Сосын кетесің қайтқанға өзіңнің Меккеңе, даяу! Отыр! Ал, отырдық. Отыр! Аяғында ас.
sozab жібердің ғой. Әйтсе! Сапа! Қайда жүрсіңдер? Үйге қонақ келіп күтіп алмайсыңдар ма? Осы қымыз алып кел бар. Бәрін мен айтуым керек. Мен айтпасам бір нәрсені істемейсіңдер бар ма? Қайда ана бәйбіше? Шығып жұмыс істемей ма? Мына кім сыпырады? Қайда бәйбіше? Жататыңдар ұйықтап. Алыңыз. Қымыз шаршағанды басады. Сарайын басады. Алла разы болсын балақай. Сынды балақай деп қойды, балақай емес қой, ол қатын ғой. Юл Мырза деген ол білесің ба, батыр. Ол соғыстарды болсын, ұзын қылышы бар, ол бәрі жаулардың бәрін басын. Айналар! Осы ғой баршы. Ивана! Өмір жасыңыз ұзақ болсын бәйбіше. Амин. Қай тараптан қандай шаруамен келесіз? Біз Пайғамбар жұмсауымен жүре ашамыз. Жары жалғанды тегіс аралап, пенделерге Аллаға құлшылық етуді уағыздап жүреміз. Қайырлы сапар, қайырлы шаруа екен. Не естіп, не көргеніңіз бар, айтып отырыңыз. Айтатын хабарым жақсылық. Соғыста сарбаздарыңыз жеңіп, Құба даласын сағынып ат үстінде теңселіп, еліне қайтып. Шапақ. Жақсы хабар әкелдің. Ақысына шапан ки, Шапақ. Аттың дөбірі кеше естілген, бүгін естілген жоқ. Отырғызы. Тұғанаққа құт пен қуаныш лесе жүреді деген. Бүгін ортаншылымды аяқтандырайын деп, соның құрметіне Құдайы бермегем. Арасында болыңыз. Құдайдың құлына жақсылық жасағаныңыз үшін күреңіз болса, Алла кешсін. Амин! Бұл дүниеде күнәдан пәк адам жоқ. Мәз саған қанқабеке, мына мен күнәһарсың деп жатыр ғой, сен маған айттың, сен тазасың, сен жұмаққа барасың деп. Сен пәксің, Дивана, пәксің. Қанқабеке, мен тақтың ба? Тақтың адамын ба? Қымыздан да тақтың ба? Сізден де тақтың, я? Атыңыз Қанқабеке ме? Енді анда-санда мына Дивананың сөйтіп атымды атайтыны болмаса басқа жұрт бәйбіше апа деп атайды. Сіз менің атымды естігенде бір түрлі таңырқап қалдыңыз ғой. Шымырлаған әдем ат екен. Ақысы кел. Ой, ал қайдан жүрсіңдер? Үйге қонақ келді ғой. Міне. Көз қарасы. Міне, мынау менің ортаншылым ақ жігіт. Ал анау Шапақ. Ал мынау оның қалыңды қызы Бәржат. Батаңды бер жолаушым, жол сенікі. Иллахи яумин. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Жаратқан жалғыз ие, пенделерің ақ жігітпен сұлашатты, бір-біріне мейірманды қыл. Сүйіспеншілікпен дәулет бер. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина адамын нар. Саған мынау сөзді қайдан тақтап аласың, а? Сендерге пайғамбардың жұмсауымен адамдарға дін иман таратып жүрген әулие адам ақ батасын беріп тұр. Саған пайғамбар әлі тірі ме не? Ақ сүт беріп асырамасам да, сен де менің қызымсың. Бердім ақ батамды. Ұлым менің, жігіт бопсын, бағың ашылсын. Амин. Ағам майданнан оралысымен тойларымды жасаймын. Ол кезде
Ekеуіңнің де бесіктегі кездерің. Bir gün әкең ұлан асыр той жасады. Ол тойға осы төңіректегі атақты адамдардан ешкім қалмай түгел келді. Men de geldim atan kalın. Екі әке, екі би. Екі әке, екі би, Би ана. екеуіңді аттастырып, ақ кеседен дәм татысып аттасты. Шафақ, міне сол екі бидің екеуіңді аттастырғандағы қымыз ішкен екі кесесі. Енді осы екі кеседен сендер де дәм татыңдар. Бақыттарың тассын. Балам ішқа ойнағанда жырылый тұрған ғадәтім, тілім білән тамағыма берсін Алла мәдәтін.
Aksakallar! Aksakallar! Aslan alın oturumuzda. Şahsımız ülken bolsa da, has bizden ülken. Helmi! Bismillahirrahmanirrahim. Şafak! Uğulcuk durgan жаш шағында жесір қалды. Әкесіне қарайған қалың малын беріп қойғам. Зүбәржатқа да қалың малын беріп қойдым. Енді не істеймін? Ақылды сіздерден күтем. Ошағыңның бір бұдағы сынғаны рас. Бірақ сынған екен деп ол жақпауға бола ма? Құдай қарасын де. Қайыр ішкеннен қайыр жоқ. Рысқұл бей қалың малын қайтармас. Іш мұрзаны Зүбәржатқа бос. Ай жігіт Шафаққа үйленсін. Бабалардың жолы осы. Әумин. Ақжігіт пен Зүбәржат бірін-бірі сүйеді ғой. Пішту! Сүйу, күйу, ғашықтық, машықтық, кәлем фестиваль. Жадақ сандаған жастардың әшейін әуре сарсаңы. Бар бәне бәр күні сол ғашықтық деген берекеттен келеді. Олар жайлы айта берсек уақытымыз да жетпей қалар. Ақсақалдар! Бір-екі ауыз сөз айтсам рұқсат па? Әдетте даналар сөзі. Оғанда жөнімен құлаға сал. Әйтпесе әдеттің деген осы екен деп, көз жұма бергенінде пәтуа жоқ. Іш мұрза қайтып әйел алады. 12-ге де толған жоқ. Балиғат жасқа келмеген бала, әйел қойнына енгені Құранда күнә деп жазылған ма? Мен қатынымның қойнына 10 жасымда кіргем. Бір жазу мешірген жоқпыз. Біздің даламыздың өз заңы, өз тәртібі бар. Жоқ, ақсақалдар. Бұларың бұрыс кесім. Біз даламыздың өз заңына бас ұрамыз. Іс қылсақ бабалар жолымен іс қыламыз. Пәтуамыз болса, осыған бата қыламыз. Әумин. Заңдарың да, істерің де өңшең тағылық. Ақсақалдар! Ақсақалдар! Дәруіштің сөзінің жаны бар. Бірден кетіп пішіп, біз осы қайда сығамыз? Көндім! Дивана! Кел.
келеу. Қабеке, сені осылай сасынан сипап еркелеткеніңді қатты жақсы көрем. Осылай зие-зие еркелеп тұрсаңыз. Мен де сені көрсем, ашуым тарқап, жаным жай табады. Бәйбіше, көсіп кетейік бұл жерде. Анау тау жаққа көсіп кетейік. Өзімізбен бірге қалқамға Қызмырзаны, Зубанзатты, Сафақты, Ақсігітті алып кетейік, а бәйбіше? Анау дәріс бар ғой, сол дәрісті осы жерге қалдырып кетейік. Түнде ұйықтап жатқанда киіз үйін жинап алып кетемін, сосын қасқырлар келеді. Сосын ол созып кетеді, қорқып. Қымыз ішесің бе? Қымыз? Жоқ іспеймін. Өзім құйма келеді. Жоқ іспеймін. Жарайды, қоймадым ғой. Тауға күн батты. Кесілген бастар құсап, жерге қарай домалап жатыр. Бәйбіше, алдында мен мына жерді аю түстеп алғанда мен сыламадым. Қорықпайды деп тұрдым, сыламай. Диуана, бар. Ақжігіт пен Шапақты шақыр. Зүбәржатты да шақыр. Смырзаны да шақырайын ба? Оны да шақыр. Бүйтіп зай бар шақырайын ба? Әлде ақ пен жел бар шақырайын ба? Шақыр! Hey! Смырза! Сафа! Ақжігіт! Ey Allah! Қатыгез тағдырдай қатты болайын. Al! Çuu! Ana, bizde şarap veriniz. Şatırgan balam, bugün bas üstünde aksakallarмен ақылдастым. Әр ырғап, бер ырғап ақыры, ата жолынан аттамасқа келістік. Бабалар өсиетті бұзбасқа үйреткен. Ол әдетке мен де басам. Ағаң өліп, ойымыз ойран боп тұр. Мен күйеуімнің аманатын орындай алмайтын түрім бар. Тірі болып, мынандайды өзі көрсе, ақсақалдарға ода құлақ асар еді. Ақсақалдар, дала заңы бойынша. Шапақ! Шапақ, сені Ақжігітке, Зүбәржат, сені Шмырзаға қосты. Апа! Апа, маған қаттың жүрегі мен, апа, қаттың бір диван ала берді. Уғырып жемейден не өндесің? Жер жұтқа тұрды құлап көрме. Мына бейгін ағаттардың көз жасына қаламын.
Жолдап жүрген тағар қарды. Тастан тасқа синхрон тындыратып құдірет қайда? Оған сөз етпейді. Ол көтет. Қолың қорықпаса атып таста. Бірақ бүгін ол итальяныз бізді. Әкем атым өлерінде. Жаның азат болса ғана бақытсың деп. Ана болғай, неге үндемейсіз? Біздің бір-бірімізге қандай адал екенімізді. Сынап көргің келіп пе? Жоқ балам, мен сендер емес өзімді сынап тұрмын. Бірақ мынау азаптан тайқып, сөзімнен қайтар жайым жоқ. Тағдырдың бұйрығы солай. Біздің ешбір күнәміз жоқ. Бесікте жатқанда атастырған еді адал ғана ажыратар. Құдайыма күпірлік қылма қарағым. Құдайымыз әлге қашан ұмытқан. Қысастыққа мырзағдай, жақсылыққа сарам білем. Атам айналайын. Мен Тәңірдің тәртібіне бағынам. Заңына құлшылық етем. Құлшылық! Құлшылық! Құртып жүрген сол құлдық қой. Қайда ойлап тапқан салт сананың, дүниенің, қорқақтықтың бұлын күй. Біреуі атақтың бұлы, біреуі дәулеттің бұлы, біреуі зымияндық пен надандықтың бұлы. Уа, құлдан туған құлын күй. Маған долар шафақ қойбен, құлақ кесті құл бол дейді. Оған ол да риза емес, мен де риза мен. От пен суға қосылып, біріңді бірің құр дейді. Махаббат деп қақсайсыңдар. Содан не пәтуа таптыңдар? Махаббаттың балы тапшы, уашы. Ана! Жетті. Енді қайтып екеуің жолықпайтын болыңдар. Айтқаным. Одан енді қалықпай. Қолыңды бер. Кеттік сүйіп. Ақжігіт! Айналадың қандай қараттың басты. Шапақ! Тоқта. Кетпе. Так, не айтайын деп едім сене. Шапақ. Келекеміз. Жене мен келін қысап емес. Қатын мен қатын қысап. Оңаш отырып әңгімелесейік. Мен сізге теңгені алмас бергене. Шапақ. Ұрғашы болған соң. Қатынның бәрі қатын. Мен де бір кездері жас болғам. Қазірде қартайып тұрған жоқсыз. Сен сабағынан үзілген жас биуасың. Шырығына енді толып, ұлжып тұрсың. Кескінің келісті, бітімін сүйкімді. Қиналсам қайтарым. Қапым алмайды, өз қамымды өзім ойда. Маңдайыма жайсаң жан бұйырыпты. Мен ерте қартая бастаған бейне. Мен де жар қызығына қанбай, жесір қалғам. Мен де Құдайдан өлім тілегем. Адамның өлмейтін нәрсесі жоқ. Мен көне алмаймын. Шамам жетпейді. Шапақ. Басқа мал жоқ. Бүгін түнде Ақжігіттің отауына Өзің бар. Ене, Құдайдан қорқыңыз. Мен ондайды істемек түгілі ойлауға да қорқам. Зүбәржаттың көз жасына қалқып ермейді. Зүбәржаттың қабыл ойлайтын адам сенсіз де жетеді. сен өз қамыңды жастай жалғыз жатқан оңай ғой деппісің. Әлде өмір бақи күнсенді құшақтап өтпеппісің осылай. Әлде ақшат жанына жатпай.
сенің сөздерің қызартты. Рас сенің бір кездер ұнатқаның рас. Жүзі толған айдай толықсып, нұр шашып тұрушы еді. Сол нұрға менің жаным тартылатын. Ал қазір жағдай басқа. Ол Зүбәржатты жан тәнімен сүйеді. Жоқ ене. Біреуден ұрланған уақыттың маған қажеті жоқ. Ене, сен менің қолымдағы саз балшықсың. Қалай илейім, қалай ақ жігіттің отауына өзің барып енес. Ене, мен әлі жүрегімде жалып кетпеген әйелмін. Өтінен қинама болай. Қарға болма, бәле балар сұңқар. Қарға болма, әне балар сұңқар бол. Қарға болма, әне балар сұңқар бол. Қарға болма, әне балар сұңқар бол. Қарға болма, әне балар сұңқар бол.
Әйел көрсем күнәға батам ба деп қарасынан қашқаныма өкінем. Бағдатта бір атақты саудагер күйеу бала қылам деп жатып тұрып жабысқанына ширек ғасыр болыпты. Ал мен несі осы? Пейішке барам деген далбаса дәмемен қашып кеттім. Осы ісіне әлі өкінем. Оның бер жағында. Осыдан 10 жыл бұрын Стамбулда бір христиан қыз құшағына ашық тұрса да құтылған жазық. Бұған қалай өкінбеспін? Тағы бірі Бағдатта, одан бірі Хиуада. Өкінем. Тағдырды бір қынақ бағынбағанына өкінем. Қубасым. Пендеге лайық несібемен ырзақтан өзімді өзім қағып әулие болғым келді. Намаз оқып, ораза тұтып, 40 жыл табаннан таусылып ақиқат іздедім. Не үшін? Кім үшін? Жұмақ жерде оған көзім енді жетті. Ошақта сөнген көп күлдің арасында бір шоқ қалған екен. Шафақ соны тұтатты. Осы күнге дейін әйел алып әйел құшып көрмей, қу тіземді құшақтаумен келем. Шафақты көріп, қайта тірілдім. Енді шафақ менікі. Енді шафақ менікі. Енді шафақ менікі. Енді шафақ менікі. Перінің күші шексіз екен. Ал мен бір жерге аққан мүсәпірмін. Міне, көкірегімдегі пері енді оянды. Ол жанған от шамалда сөнбейді. Akşam namazını оқып біттім. Айналаны бір қара дауылдай қарасынан қаптап тиеді. Тек жақсылық болса жарар еді. Жақсылық болса қара тұман қаптамасын. Айтпақшы бәйбіше, жастарды көндіре алдың ба? Мен оларға ақсақалдардың шешімін айттым. Оған олардың қарсы тұратын қақылары жоқ. Солай де бәйбіше. Солай. Ол сен дәруш. Біздің елден кетсең қайтеді. Сенсіз де осы елдің әуре сарсаң аз болып жатқан жоқ. Қалағаныңды алда кет. Маған байлық емес,
баспана керек. Баспананы басқа жақтан іздеп, Мен оны өмір бақи іздеп дәл осы жерден тауып тұрмын. сен Дәруіш, сен менің оңымшыл екен деп, өзімсіне берме. Қалағаныңды алда қайдағы жоқ, соқпай, қай. Таңқабике! Бұдан әрі ақмақ болар жайым жоқ. Менің қалауым сенің келінің шапағы. Кәлімәстек, жоғал! Ондай болса мен саған бір жадымнан шықпай жүрген бір оқиғаны айтып берейін. Менің оқиғатымды айтын уақытым жоқ. Оған зауқым да жоқ. Одан бері 30 жыл өтті. 30 жыл. Бір дәулетті би соғысқа аттанды. Артында уыздай жас әдемі әйелі қалды. Ол әуелде күйеуін сағынды. Әлі құмарынан шыға қалмаған жар қызығын аңсады. Bir günü көрші қоныстан ұрланып, bir албырт бозбала келе қалды. Әлгі әйел оған өліп өшіп ғашық болды. Жыл өтпей жатып жылына жылдадым, күнәға барды. Ол туды. Оны тек сол күні аспандағы бозарып батып бара жатқан жұлдыз бен құшынаш кемпір ғана білді. Ізін білдіртпей жасырар еді. Масқара махаббаттың төлін қайда жоғалды. Бірақ Құдайдың құдіретіне сөз бар. Сол түні сол қонысқа Құдай айдап аса таяқ ұстаған жас жиған кез келді. Әзәзіл кемпір жатып тұрып жалынды. Дәруіш, бізді бір масқарадан құтқарып көр. Қалтаңды алдыңа толтырда, мына баланы алып кетіп, ертең ел тұрар жолдан тауып алдым деп жар сала келеді. Сонда жұрт бидің әйелін апар деп кеңес береді. Дәруіш кемпірдің айтқанын қылды. Бірақ Дәруіш бірде-бір алтынын алмай, күнәһар қоныстан қашып кетті. Міне, айтайын деген оқиғам осы. Бәйбіше, сіз неге сұрланып кеттіңіз? Айтпақшы, сол күнәһар қатынның аты Таңқабике еді. Ой, қатты тиді ма? Сол баланың тап маңдайында меңі бар еді. Дивананың да маңдайында меңі бар екен. Өзімнің күнәйнен тайсақтап басқа жерге қоныстанып алды. Бірақ біз күнәмізді ұмытқанымен, ол бізді ұмытпай. Құдды көлекең сияқты соңымыздан жүр. Міне, Таңқабике, біздің де жолыққан жеріміз осы болды. Менің 30 жыл бойы азап шегіп келе жатқаным бір басыма аз боп па? Бір күнәм үшін 30 жыл бойы қасірет шегіп келем. Мен сүйдім ғой. Сүюдің қуанышынан қасіреті көп болатынын білсем
боласың. Менің күнәм нағыз махаббатымнан туған балама аналық мейірім бере алмаған. Басқа өкінішім жоқ. Шабақты ақ жігітке, Зүбәржатты үш мырзаға қос. Өзім гүлді көктім. Қош жолымыздан қосылдым. Ол қош жолы секілді. Шар сүймені жасылар. Үш ай болды. Бір шаңырақтың астында тұрып келеміз. Бір-біріміздің көзімізге әлі бір тура қарап көрмейміз. Кешір Шафақ. Тәнімді болған мен
ойың өзге. Kişi şafak. Sen harcedin. Kapısın seni. Allah'ın kirlimisin. Şafak. Sen sudan taze sütün aksın. Sen beksin divana. Sen beksin divana. Sen beksin divana. Sen beksin. Sen beksin divana. Sen beksin. Дивана? Дивана, сен шымырзан жанына баршы. Ол ұйықтап. Оянып кетсе үй қараңғы бүкіл ауыл басына көтерер.
Барлық келгенін ашыр. Жалғыз өзіме елегізіп отыра алмадым. Кел. Төрлет. Аяғым ашық болған. Жүзім шығар емес, жасыра беруге тағы шыдай алмадым. Senin birinin Құдайда сыбажат. Құдай төрелік етсін. Құдай кешсін Жоқ, сені. мен келе жарыс сенсің. Сен төрелік ет, сен кешір. Жан-жағамды тырнама олай сыбажат. Ол міне, 3 күн болды. Баныма жолады ғой. Senin malına 3 gün жоламаса, маған жоламағанына 3 ай. Ақ жігітімді қайта өзіне. Екеуіңді екі айырғанда, біреу сендерден рұқсат сұрап па еді? Сұраған жоқ. Ендеше неге сүйген кісіңе қосылуға менен рұқсат сұрап тұрсың? Ақ жігіт маған күйеу болса, уысымнан шығарар мені. Жан баласын жолаттырар мені. Жоқ, ол маған күйеу емес. Еріксіз қосақ. Ғашығы сенсің. Айтырулы жарына сенсің. Senin орнында мен болдым. Біреудің нақ сүйері болсам, ондай қасіретті шын орын көрмесем. Біреудің шын сүйіктісі болғаннан артық. Қандай бақыт бар.
Sorun başım. Seyit'im, bugünden başlap ikimiz bir şartla birge turamız deb anam aytdi. Шын ба? Кәдімгі ерлі зайыптыдай бірге тұрамыз. Ikimiz bir şartla birge turamız deb anam aytdi. Шын ба? Gel. Кәдімгі ерлі зайыптыдай бірге тұрамыз ба? Анам не деді? Ештеңе деген жоқ. Уайымдама, Сeyit'im, biz birge боламыз. Halaya! Halaya! Қараңдарына екі рет бақты. Күнәға тірекшексізден батсаға қояр емес. Елдің руының намысы да, ары да өздеріңіздер. Қараңдарына екі рет бақты. Толының барлығы келіп қалды. Үйрендің жеңінен ағарған ақтан бояғанып кетті. Сіздің малдан басқа көрмеген аш көзіңді бауыздайтын мал емеспіз біз саған. Үйдегі адам да бір, мал да бір. Біздерде айдауларда жүрген қоңыртақ та бір. Бұларды бауыздау аз екен. Бұларды дарға су керек. Шемтексіз құл, көпсіз боқсыз, іске кірсек, күнәһарлардың жазасын берейік. Әумин. Ақсақалдар, не істесеңдерді еріктеріңіздеміз. Жайынымызды емес жатырған. Сендерімізді зорлап айқындап, жәңгірім енді соның жазасын тартқызуда. Қарғысатқандардың қарғысын алынды. Барбайыр осылардан сендерде. Сайтан армағанында екеуі бейкүнә адамдарды пәлеге ұшыратараны. Құрыды. Қарғысатқандардың қарғысын алынды. Барбайыр осылардан сендерде. Жанымыз емес, жанымыз сендердікі. Сондықтан бізге үкімдерің жүрмейік. Құрыды. Қарғысатқандардың қарғысын алынды. Барбайыр осылардан сендерде. Құрыды. Қарғысатқандардың қарғысын алынды. Барбайыр осылардан сендерде. Ел ішінде мынандай ес алаңдар жүрсе, айдың да жарық өшер бір түні. Ne istesiniz? Aleyna söylemişim. Sevgilimizle sorgulamaya Sen öğreniyorsun. Bunun cezasını katlasıdır. Сүйедігім сенімен артық көріп көктеменің лебінен сен туралы жырлайды кем құс біткен махаббатты алып ұшып көгімен сүйедігім сенімен сүйедігім сенімен артық көріп көктеменің лебінен сен туралы жырлайды кем құс біткен махаббатты алып ұшып көгімен сүйеді кем сені.
Zas beriler emez bal sen bolsan kul deysin. Құдайға құлсыздық ету бірінші. Тәндегі құлдық емес, сандағы құлдық ең заманы. Құлдың заманы өте. Құлдық тез арада өтпейді. Қарастатқандардың қарысына ұрынды, бар бәле осыларда, сенен, сендерден, арба.
Артемьева Жанна Байтенқызы. Спектакль жасал жатқанымен бір минут қалайық. Спектакльдің по костюмам художнигі Айгерім Сапарова. Спектакльдің свет бойынша және звук бойынша режиссері Данияр Сатыралдиев. Театрымыздың арт директоры Асем Абдрахов. Раушан Мерманова. Костюмер Галия Рауфовна. Бұл спектакль біздің театрымыздың Галия Рауфовна. Бұл спектакль біздің театрымыздың көптеген мұндай поколенияларды біріктесе болады, айтса болады. Театрымыздағы актер, стажерлар, кішкентай балалар, жаңа Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мен Ауазов театрының жұлдызы Шынар Жанысбекова. Патша көрермен сіздерге 1000 мәртебе жол рахмат.